Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге сметанник тортын жасаймыз. Сіздермен бірге Калима Қуанышқызы, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырымызға 250 грамм ұн, 100 грамм қант, 1 жұмыртқа, одан кейін 1 шай қасық қопсытқыш разрыхлитель, 150 грамм сары майымыз қажет. Енді ұнымыз бен разрыхлителімізді електен өткізіп аламыз. Сары майымыз бен қантымызды қосып, қолымызбен араластырып илейміз. Бізде орысша айтқанда крошки шығады. Енді жұмыртқамызды қосып, осы қамырымызды біріктіреміз. Біріктіріп болғаннан кейін салафан немесе пищевой пленкамен орап, холодильникқа 20-25 минуттай қойып қоямыз. Уақытымызды босқа өткізбей начинкамызды дайындайық. 2 жұмыртқа керек, магазинский болса 3 керек болады. 60 грамм қант, одан кейін 400-500 граммдай сметана 20%. Сіздер ванильный сахар қоссаңыздар болады. Мен оны қосқан жоқпын, өйткені бұл міндетті емес. Бұл тек қана хош иіс береді. Енді жұмыртқамызды жарып аламыз. Содан кейін қантымызды қосып араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Бізде сары масса шығады. Енді өзіміздің қамырымызды мен формама қазір жаямын. Форма менде диаметрі 20 см. Барынша жұқа қылдырып жайыңыздар, өйткені бұл қамыр піскенде өте қалың болып кетеді. Жұқа қылдырғандарыңыз жөн болады. Енді начинкамызды құямыз. Жаңағы бортиктарды шеттерде ұзындау болу керек. Өйткені начинкамыз піскен кезде көтеріледі. Енді 180 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей сметанигіміз пісті. Енді формамыздан шешіп аламыз. Одан кейін кішкене суытып, бөлме температурасында суытқаннан кейін 3-4 сағаттан артық холодильникқа қойып қоямыз. Өйткені бұл начинкамыз қоюлана түседі. Өздеріңіз қалағандай безендірсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған мен Калима Қуанышқызы. Сау саламатта болыңыздар.